Ұлы жеңістің 81 жылдығына орай Қордай ауданында тыл ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Аудан әкімі ардагерлердің шаңырағына арнайы барып, мерекемен құттықтап, ел үшін сіңірген еңбектеріне алғыс білдірді. Толығырақ тілші материалында. Ұлы жеңістің 81 жылдығына орай Қордай ауданында ардагерлерге құрмет көрсетілді. Аудан әкімі ардагерлердің шаңырағына арнайы барып, мерекемен құттықтап, ел үшін сіңірген еңбектеріне алғыс білдірді. Халықбаев Есімқұл Сүгірбайұлы 1960 жылы әскери бөлімде дәрігер болып қызмет атқарған. Саналы ғұмырын медицина саласына арнаған ардагер жуырда алғыс атты кітабын жарыққа шығарып, бүгінгі кездесуде оның бір данасын аудан әкіміне тарту етті. Ардагердің айтуынша, еңбекте денсаулық сақтау мен халық емшілігіне қатысты тың мәліметтер қамтылған. Әскери бөлімде жұмыс істедім, дәрігер болып. Ол кезде ол Советтер Союзының барлық жағынан келіп емделетін. 14 жыл службада болып Қырғызстанда, 87 жылы отставкаға кеттім. Тылдағы еңбекте жеңіске қосылған өлшеусіз үлес. Мерекелік күні тыл ардагері Жексебаева Ұлжан апаның шаңырағына арнайы барған аудан азаматтары ақ жаулықты анаға құрмет көрсетіп, ізгі тілектерін жеткізді. Ардагер бүгінгі бейбіт күннің қадірін ерекше атап өтті. Жаспыз ғой, кішірек. Шамамыз келгенше көмектесіп жүретінбіз. Олықта жоқшылық қой, біріне бір сондай жанашыр болатын осы. Мейірманды болыңдар, әке-шешелеріңе сыйлаңдар, қадірлеңдер, әке-шешені деп менің айтатын ылғи сол. Ауылыма бәріне ризамын, келіп жыл сайын бәрі құрметтеп, қадірлеп сөйтіп жатады, оған өте ризамын. Сондай-ақ тыл ардагері Нұржахан апаның шаңырағында да мерекелік кездесу өтті. Ардагер ел бірлігі мен амандығының маңызын айтып, кейінгі ұрпаққа жүрек жарды тілегін жеткізді. Жас берсін, жаспен бірге бас берсін. Бала шағаларың қызығын көріп, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін шырағым. Аман болыңдар, өсіңдер, өліңдер. Өмірдің барлық қызығын көріңдер, шырақтарым. Қариясын қадірлеген елдің қашанда рухы биік. Ардагерлерге көрсетілген құрмет ел тарихына, ерлік пен еңбекке тағзымның белгісі. Ұлы жеңістің маңызын ұғындыру, аға буынның өнегесін кейінгі ұрпаққа жеткізу баршаға ортақ міндет. Айгерім Қожабайқызы, Нұрали Абиұлы, Қордай 24 Ньюс.